Қаныш Сәтбаев өзінің мамандығымен қоса әдебиет пен өнерді де терең меңгерген ғалым. Ол әйгілі Александр Затаевичтің қазақтың 500-ге жуық әні мен күйі жинағына халық мұрасы саналатын 25 әнді өзі орындап енгізген. Ал бүгінде оның соңында қалған шығармалары мектептерде оқытылып жатыр. Бізде ұлылар көп қой. Құдайға шүкір, соның алғашқы жоғарғы шыңда тұрған Абай болса, Абайдың 175 жылдығында үлкен дүниелер жасалды. Енді міне бүгінгі күні біз сол Абайымыз сияқты тағы бір ғұламамыз Қанышты Сәтбаевты насихаттай білсек, оның жастарға, мектеп оқушыларына біздің осындай қазақтың мақтанышы бар деп мақтана жүретіндей дүние болатын болса, ол да біздің ойға алған шараларымыздың іске асқаны деп білемін. Көрнекті ақын Несіпбек Айтұлы ғұлама ғалымға арнап Қаныш поэмасын жазған. Ол шәкірттерге дастаннан үзінді оқып, академик жөнінде сыр шертті. Одан бөлек мектеп ішінен құрылған шабыт оркестрі Сарыарқа, Балбырауын күйлерін нақышына келтіре орындады. Мақсатымыз Қаныш мұраларын насихаттау. Енді бір жарым жыл уақыт қана қалды. Қаныш Сәтбаевтың 125 жылда келе жатыр. Оған осы бір кезеңге дайындық деп айтуға болады. Ең бастысы балаларға, жас ұрпаққа Қаныш мұраларын насихаттау мақсатымыз. Қаныш Имантайұлының қазақ ғылымының дамуына қосқан үлесі өлшеусіз. Жер қойнауынан ел игілігіне жарасын деп кен орындарын ашты. Талай ғалымның ұлағатты ұстазы болды. Алдағы уақытта қоғам белсенділері тұлғаның құрметіне арналған әртүрлі ғылыми жоба өткізуді қолға алмақ.